Сәлем, сіздермен бірге Серуен YouTube каналы. Бұл Айзат және Жадыра саяхатты өмір салтына айналдыруды қалайтын құрбы қыздар. Бізбен бірге Қазақстан мен әлемнің кереметтерін бірге тамашала. Байға бір бәле оралды деген бар ғой. Тосын сый, біздің состав оралды. Сәлем достар. Біз бүгін өзіміз үшін де көптен күткен күн Алтын Емел ұлттық паркіне аттандық. Алтын Емелдің негізгі символдары ол Ақтау таулары, Қату тау, 700 жылдық емен ағашы және әйгілі Айғай құм. Планымыз әлі толықтай бекітілген жоқ. Как всегда, жүре көреміз бәрін. Біз Баши ауылына келдік. Паркке пропуск алу үшін біз қай жерден алатынымызды білмей ауылдың ішін 2 рет айналдық. Сосын осындағы жергілікті тұрғындардың сұрауы бойынша контор деп аталатын жер бар екен. Ол мектептен кейін орналасқан. И тадам, біз сол зданияға келіп, осындай мемлекеттік табиғи ұлттық парк деп аталады екен. Сол жерден осындай пропуск алдық. Бұл пропуск 2 адам 1 машинаға 4152 теңге шықты. Және де бұл пропусты алу үшін сіздер міндетті түрде Алтын Емелде қонатыныңыз жайлы және қанша күн бұл жерде болатыныңыз жайлы ақпарат қалдыруыңыз керек екен. Каспи QR бар, ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Және де сіздердің қолдарыңызға осындай карта береді. Негізінде 3 маршрут бар екен. Біз мысалға мындағы жерде тұрған болсақ, осы жерден мына жерге дейін бізде асфальтты жол деп түсіндірді. Және 1-ші маршрутпен біз Айғай құмға барады екенбіз. 3-ші маршрут бұл 700 жылдық емен ағашы. Және одан кейінгі маршрут бұл Ақтау таулары және Қату таулары екен. Біздің бүгінгі күнге планымыз 700 жылдық емен ағашын көру және одан ары 75 километр ары Ақтау таулары мен Қату тауларын көреміз. Және келесі күнге бізге қалып тұрғаны сонда Айғай құм болады. Дұрыс айттым ба? Рахмет. Сонымен достар, біздің келген жер 700 жылдық емен ағашы. Көріп тұрғандарыңыздай астыларын тіреп қойған. Ағаш өзінің несін көтере алмайды, ауырлығын көтере алмайды, содан кейін тіреп. Осындай тарихи мекенді көру бұйырған екен. Осы таудың жанында мынадай көл бар екен.
Қату тауды келе жатырмыз. Тапқанымызға қуанып кеттік. Қазір сіздерге көрсетеміз. Біз Қатутауға келдік. Қатутау Жанартау атқылағаннан пайда болған. Негізі бұл лава. Соның қатқаны, лаваның қатқаны. Даже төмендегі құмдарды қарасаңыздар да, андай басқаша құм. Енді тау дегенде атын өзі айтып тұрғандай, Қатутау, қатқан тау деген сияқты ғой. Лава қатқанның әсерінен пайда болған тау. Көзге сурет қой мына жер. Андай көз көргенде сенбейді, аяқпен басып тұрғанда да кәдімгі тас емес, басқа нәрсе екенін сезесің. Не деген жазық дала. Пинтересттің тасы сияқты. Бәрібір аяққа басқанда по-любому тас емес екен. Иә, қатты емес та, бірақ жұмсақ та емес. Мен бойыммен бірдей. Соң келе жатып ойланып келе жатырмын ғой. Қазір қалай болады екен, ожидание реальность болып қалмай ма екен деп. Білдік енді Қаратау кішігірім тау деп айтты, суреттерінде көрдік, бірақ мынандай өзінше бір сүйкімді тас дейін десең тас емес, тау дейін десең тау емес, бірақ бір осындай әдемі жерге келгенімізге қуанып тұрған жайым бар. Кім ойлаған деймін да, жүре берсең көре бересің. Қатутауға келеміз деп, лаваны көреміз деп. Немен көрмеймін, кіммен көретін едім? Сен бірдеңе келетін едің? Кереметтім ғой, мен білем. Мен Қатутауды өмірімде естімегенмін. Маған бәрібір ет десең, бүгін ғана естідім мен Қатутаудың бар екенін. Бүгін ғана естідім. Келем деп армандаған да жоқпын. Өзіме айтады көбісі, тау тасты аралап жүре бересіңдер ма деп. Жоқ, біз айдала, лава. Біз енді Марсқа шығуымыз қалды десе. Оны да қазір көрсетеміз, Марсты да сіздерге көрсетеміз. Осыншама жол жүріп, қайда жеттік? Біз Ақтауға келдік. Ақтау, борлы таулар. Бұл таулар ұзақтан ақ болып көрінеді, енді жоғары жақтары ақ шығар. Десе де бөліктері негізінен қызыл түстес екен. Бұл жерге бірінші рет келіп, немесе суретін көрген кезде бұл Қазақстан емес десе, мен сенетін едім негізі. Бірақ бұл біздің Қазақстанда келу керек, әр қазақстандық көру керек, келу керек жер деп есептеймін. Мен қазір тауда айтып жатырмын да, кезікке ұқсайды екен деп. Арасынан мындай минерал зат байқап қалдық. Менің ойымша бұл кварц зат. Сонымен, өкінішке орай, арғы жақта көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен жаңбыр келе жатыр. Ақтау таулар негіз бұнымен бітпейді. Бұл ұзақ кеткен таулар жотасы ғой.
Біз енді арылап үлгермейміз, өйткені кеш келіп қалдық. Қазір сағат 4 болып қалды. Алтын Емел паркінде сағат 8-ден кейін жүруге болмайды, сондықтан бізге кету керек. Және жаңбыр да өз көмегін тигізетін болып тұр бізге қазір. Бастысы мынандай сұлулықты көрдік. Өте әдемі. Ақ қызыл аралас таулар. Бәріңізге кеңес береміз келуге. Мынандай әдемі болып тұр да ауа райы мына жақта, мына жақта, бірақ тез келіп қалатын сияқты. Сондықтан біз артқа қарай аттанамыз. Не деп па? Мен ана Алтын Емелдің кордонына дейінгі жолды өте жаман құтылдым ау деп келе жатқаным ғой. Ары қарай хардкор тұрған кім білген біздің. Мынау біздің өміріміздегі ең қорқынышты саяхат болды. Давай, Айзат. Достар, бізде екінші күн. Біз бүгін қайда жолға шықтық? Айғайғымға. Осы Алтын Емел ұлттық паркіндегі негізгі символдардың бірі. Басшы ауылынан 40 км жерде орналасқан. Кешегі неден Ақтаудың жолынан более-менее нормально дейді, еще жақынырақ дейді. Біз қазір құмның дауысын есту үшін алсақ. Көрінді? Ана қорқынышты, иә? Енді тұрады. Мына құмның жартысына жеткен кезде қаттырақ естіледі екен. Ол дауыс как будто ана сырттан естіліп жатқан сияқты, бірақ ол құмнан шығып жатқан дауыс. Сосын мына жер мен достым фонда тұратын сол сияқты. Сіздерге бір қызық көрсетейін ба? Айғайғымға шыққанда неге дайын болуларыңыз керек? Жартығымды собой әкетіп барады. Иә, жартығымды өткізіп. Мынандай беседкаларында таңертең апамыздың беріп жүрген пиццасымен кофе ішіп отырмыз. Осымен біздің Алтын Емелге жасаған саяхатымыз да өз мәресіне жетті. Қайтар жолда Шоқан Уәлиханов атындағы бұлаққа соғып, тарихи жермен танысып өттік.
Өкінішке қарай барған кезімізде бұлақта су болмады. Дегенмен, осындай тарихи орынға барып, көзбен көргенімізге қуаныштымыз. Алтын емел табиғатының әр бөлігі өзінше ерекше. Міндетті түрде бір барып көруге тұрарлық мекен. Біз барған әрбір жер бізге әртүрлі әсер қалдырды. Біздің саяхатымыз осымен аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға, видеоларымызды көріп, қолдау білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Егер сізге біздің саяхаттарымыз ұнаса, арнамызға жазылып, қолдау көрсетіп кетіңіз. Алда бізбен көретін қызықты жерлер мен жаңа саяхаттар әлі көп. Келесі кездескенше.